Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі бірінші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ою, орнамент. Сабақта мақсатымен таныс болайық. Берілген суретке қатысты сипаттау сөздерін жазу. Ою, орнамент. Мынау ою, это орнамент. Жасаймын, делаю, сделаю. Мен ою жасаймын. Ою жасаймын. Повторяем новые слова. Суретке қара, тыңда, қайтала. Мынау ою. Это орнамент. Мынау ою. Көк ою. Мен ою жасаймын. Я делаю орнамент. Маған қағаз, қайшы, қарындаш керек. Мне нужна бумага, ножницы и карандаш. Мен қағазды бүктеймін. Мен қарындашпен ою сызамын. Мен қайшымен қиямын. Қиямын, режу, сызамын. Черчу. Жақсы. Суретке қара, тыңда, қайтала. Не істейді? Что делает? Бүкте. Қағазды бүктейді. Сызады. Сыз. Черти. Қи. Қайшымен қияды. Режет. Аш. Открой. Біз ою жасаймыз. Мы делаем орнамент. Бүктейміз қағазды. Сызамыз. Қайшымен қиямыз. Ең соңында ашамыз. Осылайша ою жасалады. Үшінші тапсырма толықтырбайды. Третье задание. Дополнить предложение. Мен қағазды не істеймін? Что делаю? Бүктеймін. Бірінші бүктейміз. Мен қарындашпен ою сызамын. Қарындашпен сызып жатыр. Алмабек, былай дейді, қандай әдемі ою. Какой красивый орнамент. Жазу дәптеріндегі бірінші, үшінші тапсырмаларды ашып, Қ әрпін жазамыз. Қ дегенім қалам, көркем сурет, салам. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Повторяем букву Қ.